Фейк жалған жаңалық, хабарлама және видео, фото, аудио фейк деп бөлінеді. Биыл біз аталған форманың барлығын көрдік, түрлі эмоциялық әсер алдық, өйткені ол саясаттан бастап әлеумет, экономиканы түгел қамтыды. 2025 жылы қазақстандықтарды әдейі адастырған, қорқытқан, ашу ызасын қоздырған, жалған үмітпен сенім ұялатқан фейк, дипфейк туралы айтамыз. Саламатсыз ба, сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Алдымен адам жалған ақпарат фейкке неге тез сенеді деген сұраққа жауап іздейікші. Көбіне біз жалған ақпаратты бейсаналы түрде сенеміз және оған ортаның да әсері зор дейді. Редакциямызға сұхбат берген ақш-тың Браун университетінің когнитивті ғылымдар профессоры Стивен Сломан. Әдетте біз ақпаратты автоматты түрде шындық деп қабылдаймыз. Әйтпесе өмір сүру қиын болар еді. Сондықтан тек білімнің өзі жеткіліксіз. Адам үнемі сақ бол, тексер деп еске салып отыратын ортада өмір сүру тиіс. Мысалы, мен қардан үшін алаңдаймын. Сондықтан оның не естігенін және неге соған сенетінін жиі сұраймын. Осылайша мен оның бәріне сене бермеуіне көмектесем. Бұл жеке дағдарыдан гөрі мәдени міндет деп айтар едім. Яғни профессор алдыңнан шыққан ақпаратқа бірден сенбе, тексер, сұрақ қоюды әдетке айналдыр және айналаңдағыларға да осыны насихатта деп отыр. Жалпы фейктің екі мақсаты бар. Бірінші бұл табыс, яғни оңай олжаны көздегендер жалған жарнама, жалған байқау жариялайды, тіпті аса жанашыр кейіпке де ене салады. Сөйтіп, сіз бен бізді арбайды. Мұндай іс адам алдаудың хас шебері, тәжірибелі алаяқтардың қолынан келеді. Құрметті халық, сіздердің аманаттарыңыз қазір бірер секундта алыс ауылдарға ұшатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай ауа райы бұзылуына байланысты бізде санаулы ғана минуттар бар. Видеодағы кадрлар қаһарман, әрі жанашыр қазақ қызы елім, жерім деп шырылдап жүргендей әсер қалдырады, иә? Шын мәнінде шынашақтай ғана перизатымыз бұл кезде біз біргеміз Қазақстан 2030 деп аталатын жалған қоғамдық бірлестік құрған. Манипуляцияны мықтап меңгерген ол су тасқынынан зардап шеккендерге, мүгедек балаларға және Палестина халқына көмек көрсетемін деп жұрттан 3,5 миллиард теңге жинаған. Сол ақшаға бизнес, қымбат пәтерлер, автокөліктер, әшекейлер, киім-кешек, жиһаз сатып алып, шетелдерде демалған. Сондықтан биылғы алаяқтардың көш басында манипуляцияның майталманы ретінде 10 жылға сотталған перизат Қайрат тұр. Жұрт биыл әрекетіне қарап, астаналық ерлі зайыпты Тотақановтарды да перизат Қайраттың қасына қосты. Олар баласының ауруы туралы жалған мәліметтерді пайдаланып, Инстаграмда эмоцияға толы үндеу жасаған. 2020-24 жылдар аралығында емге деп алаяқтық жолмен елден 1 миллиардтан астам теңге жинаған. Жиналған қаражаттың 1,3 миллиардтан астамы құмар ойындарға, брендтік киім-кешекке, сапарларға және басқа да мақсаттарға жұмсалған. Ақша Тотақанованың, оның анасының, сондай-ақ 2021 жылы қайтыс болған әжесінің есеп шотына аударылған. Сот процесі жалғасып жатыр. Жарыссөзде прокурор Дәулет пен Толқын Тотақановтарды 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Бұл жерде перизат Қайрат пен Тотақановтардың мақсаты айқын, олардың көздегені ақша. Ал біз неге оңай алданамыз? Мамандардың пікірінше, көзге көрінген ақпаратты еш ойланбастан қабылдаймыз. Сондай-ақ әркім өзіне ыңғайлы, оң жамбасына келетін дүниені ғана көреді. Екіншіден, медиа сауат төмен, көпшілік манипуляцияны ажырата алмайды. Меніңше көпшілік ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізгісі де келмейді. Керісінше олар о бастан өздері ой қорытып, соның жетегінде кетеді. Және мұндай тұжырымға ол өзі келмейді. Оған қоғам осы ойды сіңіріп тастауы мүмкін. Ал оқиғаға байланысты қандай да бір жаңа ақпарат шықса, немесе оның бұл ойына біреу қарсылық білдірсе, әрине ол өз ұстанымында қалуға тырысады. Яғни сізіне ойлаудан бас тартады. Адам жалған ақпарат болса да, егер сол ақпаратқа өзі сенсе, ол оның жалған екеніне сенбейді.
Фейк жалған ақпарат манипуляцияның артында әрине алаяқтар тұрады. Ал олардың әдіс тәсіл күн сайын дамып, түрленіп жатыр. Соңғы кезде дипфейк деген сөзді жиі естіп жүрген шығарсыз. Алаяқтар ел сөзіне сенетін, абыройлы кәсіпкер, әнші, прокурор, дәрігерлердің жүзін, дауысын пайдаланып, жалған инвестициялық жобаларға ақша салуға үгіттейді. Дипфейктің шеберлері әсіресе Қазатомпром мен Мұхтар Жәкішевті жақсы көреді. Дорогие друзья, в интернете какие-то мошенники создали инвестиционный фонд JA Investment и уверяют, что этот фонд создан мной и Нурланом Смагуловым. Так вот, это фейк. Не верьте мошенникам. Жуырда әнші Димаш Құдайберген мен оның әке-шешесі Қанат, Свет Айтбаевтар қатарға қосылды. Әрине, Айтбаевтар Қазақстанда абыройлы отбасы, оның үстіне Димаш елдің сүйікті әншісі, оларды қару қылып қолданбаса алаяқ бола ма? Отец решил помочь мне присоединиться к проекту, и это оказалось очень легко. Пройдя опрос, сотрудники подобрали мне удобный план. Интернетте президенттен бастап депутат, министр, вице-министр, әкімдердің бет-бейнесімен дауысы бұрмаланған дипфейк өте көп. Олар мемлекеттік қызметкерлерді айтпағанын айтты, істемегенін істеді деп көрсетіп жүр. Бұндай әрекеттер өте көп, тіпті менің өзімнің жеке басымда да кездеседі. Мынау фотошоп дейді ғой, сонымен бір суреттерді қойып, өтірік жасын жазып, ал енді оған үлкен адамдар көбінесе алданып жатады. Ауылдағы апата, әжелеріміз алданып жатады мысалға. Енді мен өзімнің басымнан өткен сол арыз жазам, бұлар не істейді? Өкінішке қарай таба алмайды. Себебі олар Instagram аккаунтты өзгертіп отырады. Все, так же как и мы, слышали о нашумевшем инвестиционном проекте от Казатомпрома. Программа действительно работает. Енді бұл видеолардың дипфейк екенін қалай танимыз? Жалпы жалғанды ажыратуға бола ма? Есть у нас, получается... Бізде міне салыстырмалы түрде жақында шыққан мына видео бар. Ешқандай арнайы қолданбаларсыз бұл видеоны жай қарағанда қандай нәрсе күдік тудыруы мүмкін. Қолдың қимылына назар аударыңыз. Сондай-ақ костюмның мына бөлігіне назар аударыңыз. Екінші мәселе. Бұл алдағы 6 ай 1 жылда өзекті болады деп ойлаймын. Дипфейктерде жасанды видеоларда көбінесе айғайлап сөйлейді. Себебі адам ашуланғанда оның дауысы өзгереді. Ал ашулы дауыстың артына артефактілерді жасыруға болады. Дауыстың синтезделгенін, яғни жасанды екен жасыру үшін осылай жасайды. Көбінесе спектрлік талдауда әдетте дауыс 80-160 Гц аралығында болса, кейбір сәттерде ол 240-қа секіріп кетеді. Мұны адам өз дауысымен жасауы мүмкін емес. Технология адамға қызмет ету керек деп жиі айтатын америкалық профессор Орен Эционның пікірі мынадай. Екі видеоны бірі шынайы, бірі жасанды қатар көрсеткенде көпшілік олардың айырмасын таба алмайды. Сондықтан қарапайым көрермен қателеседі, ал технологияны түсінетіндер бірден байқайды деген ол енді иллюзия. Ол кезең әлдеқашан артта қалды. Қазір технология соншалық дамыды. Контенттің жасанды интеллект арқылы жасалғанын анықтау үшін енді тек жасанды интеллекттің өзі қажет. Менің ойымша, дипфейктер дәуіріне бейімделудің ең тиімді жолы цифрлық қолтаңба мен контентті аутентификациялау жүйелерін дамыту. Қазақстанда тараған дипфейктердің мазмұнына үңілсек, алаяқтар тез байып кетесің, көзім жетті, үлгеріп қал деген сияқты кілт сөздерді пайдаланып, яғни бұл жерде жалғыз сақтық шарасы эмоцияға берілмеу. Осы сөздерді естігеннен ақ бір сәтке тоқтап ойлану. Банк қызметкері құқық қорғау органының өкілі ретінде немесе емханадан медбике болып хабарласып жүрген алаяқтарды айтпауға болмайды. Оларды әсіресе алданған зейнеткерлер еш ұмытпайтын шығар. Биылғы статистика мынадай. Интернет алаяқтық бойынша қазақстандықтардың келтірген шығыны биылғы жылы 65 миллиардты құраса, қылмыстық іс барысында қайтарылғаны 4 миллиардтан асады. Сонымен қатар бізде жаңа антифрод орталығы жұмыс істейді қой. Сол жерде дер кезінде бұғатталған саны ол 2 миллиардқа жуық ақша бұғатталды. Қазақстанда ғана емес, әлемде қызу талқыланған тақырыптың бірі парацетамол. Бастаған ақш президенті Дональд Трамп ол ғалымдарға сілтеме жасап, парацетамол ішкен әйел аутист бала тууы мүмкін деп жазды. Бұл жаңалықты бүкіл әлем талқылады, қазақстандық медиа кеңістікте қалыс қалмады. Белгілі нейрохирург Мыңжылқы Бердіқожаевтың кетанол мен парацетамолдан адам өлуі мүмкін деген пікірі шықты. YouTube арнаға берген сұхбатында дәрігер бұл препараттарды ұзақ ішсе бауыр мен бүйрекке зиян тигізу мүмкін деп айтқан. NoFake KZ
тілшісі нейрохирургке хабарласып еді, дәрігер жарияланған видеода оның пікірі контексттен жұлынып алынғанын хабарлады. Алаяқтар Шерзат Болат ісінде назардан тыс қалдырмады. Резонансты саясында бірнеше жалған ақпарат тарады. Мемлекеттік айыптаушы Дана Сәрсенбай атынан фейк аккаунттар ашылды. Бұл туралы прокурор өзінің Инстаграм парақшасында ескерту жасады, оқырмандарына сақ болуға шақырды. Сонымен қатар қаза тапқан жасөспірімнің әкесіне қатысты қылмыстық іс қозғалды деп қауесет тарады. Алайда бұл ақпаратты да еліміздің бас прокурорының орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев жоққа шығарды. Жалған ақпараттың негізгі ошағы әлеуметтік желі, бірақ өкінішке қарай бұқаралық ақпарат құралдары да бұл індеттен ада емес. 2025 жылдың қыркүйегінде сол кездегі сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеудің ұсталғаны туралы жалған ақпарат тарады. Журналист Гүлнар Башкенованың телеграм арнасы дереккөзге сүйеніп, министрдің сондай-ақ бірқатар ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің ұсталғанын жазды. Бұл жазба бірнеше минутта шұғыл жаңалық ретінде тарады. Жағдай ушыққан соң сыртқы істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәліметтің шындыққа жанаспайтын ресми түрде мәлімдеді. Кейін Мұрат Нұртілеудің өзі де мәжілісте журналистерге сол күні жұмыста болғанын, жоспарланған кездесулер өткізгенін айтты. Это ложь, абсурд. Честно, думаю, наверное, бывает у людей весной и осенью. Не даже комментировать нечего. Бағдарлама басында фейктің екі мақсаты бар дедік. Біріншісі ақша және ақша, екіншісі саяси. Жалпы фейк ақпарат тек технологиялық мәселе емес, психологиялық әрі әлеуметтік проблема. Онымен күресу үшін білім беру, сыни ойлауды дамыту өте маңызды. Жалған ақпарат, фейк, дипфейк манипуляция туралы біздің NoFake.kz сайтымыздан да оқи аласыздар. YouTube арнамызға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз. Алдануға асықпаңыз, жүздескенше.